Дұрыс айтасың, Бейсұлтан. Балаларды шомылуға Жарайсың. Ал енді тұзбен танысайық. Келе қойдар. Қолымызға ұлғайтқыш құралын аламыз. Мұқият қарап шығыңдаршы тұзға. Алдымызда әртүрлі тұздар тұр. Сен қалай байқадың тұзды? Қандай пішінде екен? төрт бұрыш домалақ. Домалақ, төрт бұрышты пішінде екен. Зерттеп көрдіңдер. Домалақ пішінде екен, иә? Түрлі түсті суреттер бар сияқты екен, иә? Керемет. Ұлғайтқыш құралымызды қоямыз. Ал енді балалар, біздің алдымызда мінекей, бұл ас тұзы екен. Бұл тұзды біз күнделікті асқа қолданады екенбіз, иә? Осы тұз болып аталады екен. Көрдіңдерші, ұстап көрдіңдерші қолдарымен. Өте қатты, сынбайды екен, иә? Тығыз, қатты, және түрлі түсті болып келеді екен. Жарайсыңдар. Бұл балалар, бұл өңделмеген тұз екен. Жарайсыңдар. Бұл тұзды мал шаруашылығында қолданады екен. Біздің малдарымызға осы тұзды берсе, малдарымыздың сүйегі қатайып, дендері сау болып өседі екен малдарымыз. Ал келесі алдымыздағы тұзды қараңдаршы. Түсі аппақ, иә? Бірақ иіскеп көріңдерші. Иісі бар ма? Хош иісті ғой балалар. Хош иісі бар, иә? Аз ғана хош иісі бар. Бұл балалар емдік қолданатын тұз екен. Бұл әртүрлі түрлері бар екен. Балалар, біз тұзда әдемі зерттеп көрдік, иә? Ар жақта қандай тұздар бар екен? Тұздар бізге суда қалай еретінін байқаймыз. Мұздай суда тез ере ме екен, жылы суда тез ере ме екен? Кәне балалар, көрейік. Алдымызда тұрған екі мұздай су бар, және екі жылы су бар. Кәне салып көрейік. Салған соң араластырамыз, әдемі. Мен көмектесіп жіберейін. Мына жақтан аламын. Әдемілеп араластырамыз. Салып араластырамыз. Кәне балалар. Қасығымызды аламыз. Кәне қойайық. Бірінші бізде жылы судағы тез еріді ме, мұздай судағы тез еріді ме? Таңдар балалар, міне. Жылы судағы тұзымыз тез еріп кетті. Ал мұздай судағы тұзымызда әлі тұздар тұр екен, иә? Сондықтан балалар, жылы суда балалар, тұз тез еріп келдік, иә? Мына жерге тұзға 2 стаканға суды тұз салмаймыз, 2 стаканға тұз саламыз. Оның тығыздығын байқау үшін қазір біз жұмыртқаларды да салып көреміз. Кәне бірінші 2 стаканға тұз салып көрейік. Кәне 1 стакан жайлап алып, және сендей бір қасық тұзды алып араластырамыз. Жоқ, Бейсұлтан, сен қоясың. Қояды. Жұмыртқа салып көреміз. Кәне араластырамыз. Керемет, жақсы. Ал енді араласқан тұзды қояды. Бізде тұзды су пайда болды, 2 тұзды су және 2 тұзсыз су. Енді балалар, суымыздың тығыздығын білу үшін жұмыртқаны салып көреміз. Қалай қандай болады екен, кәне? Кімнің жұмыртқасы батып кетті? Міне қараңдар, балалар. Тұз салмаған суда жұмыртқа Естеді жұмыртқамыз? батып кетті, тұздығы ауыр екен. Ал тұз салған суымызда жұмыртқа бетінде қалқып жүр екен, иә? Қандай тұздың кереметтілігі, сондай әдемі екен, иә? Тұзды барлық жағдайда біз қолдана екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Ал балақайлар, бүгін сендер тұз жайлы өте көп мәлімет білдіңдер. Енді мен сендерді шығармашылыққа шақырамын. Мұнда балалар боялған тұзымыз бар және желіміміз бар. Желімді оюдың бетіне жағып, үстіне тұз себеміз балалар. Сонда бізде түрлі түсті сурет пайда болады. Тіпті шығармашылық жұмыста да пайдалануға болады екен. Ал іске сәт балалар, желімді алып жағамыз. Оюдың ішінде желім жағып шығамыз. Балалар, жұмыстарын керемет шығыпты. Бүгінгі зертханалық жұмыста көп мәлімет білді деп ойлаймын сендерді. Келесі менің зертханалық жұмысымда жаңа тақырыптармен кездескенше қош сау болыңыздар.